18-ші есепке тоқталайық. Егер BN өспелі геометриялық прогрессиясында S3 39-ға тең болса, S2 12-ге тең болса, онда біріншісі, яғни B1-ді және B5-ті табыңыз дейді. Геометриялық прогрессия дегеніміз не? Соған тоқталайық. Геометриялық прогрессия дегеніміз әрбір келесі мүшесі қандай да бір санға көбейту арқылы табылатын тізбекті айтады. Міне, мысалға, мына 2, келесі 6. Нешеге көбейтіліп тұр? 3-ке көбейтіліп тұр, Ал арифметикалық прогрессия болса 4 қосылған 4 деп айтатын едік. Бірақ біздің мына тізбегімізде 4 қосқанмен 18 шықпайды. Яғни арифметикалық прогрессия емес бұл. Бұл жерде келесі мүшесін тағы да 3-ке көбейтеміз. Сонда 6-ны 3-ке көбейтсең 18 шығады. Тағы 3-ке көбейтсең 54 шығады. Сөйтіп кете береді. Тізбегіміз мына берілгенінде B1, B2, B3, B4 деп белгілеп алдық. Яғни біздің тізбектің мүшелерін B арқылы өрнектеп шықтық. Енді мына жазып шығатын болсақ, мына сандармен жазатын болсақ, мынаны. Ол 2 көбейту 3, 2 көбейту 3 көбейту 3, мынақта 2 көбейту 3, 3 рет көбейтілген енді. Енді сонда қарап тұрсаңдар, 3-ті бір-біріне көбейткен сайын оның дәрежесі артатынын білеміз, біз сонда біріншісі 2, екіншісі 2 көбейтілген 3, нәтижесінде 1 дәрежелі. Мынақта квадрат 2 дәрежелі, одан кейін 3 дәрежелі, осылай кете береді. Енді біз мына жердегі осылардың барлықтарын, бірінші мүшесін B1 деп алдық қой. Енді біздегі арифметикалық прогрессияда D болса айырмасы, бұл жерде еселік болады, еселік Q-ға тең деп аламыз. Сонда B1 және Q деген әріптермен өрнектеп шығатын болсақ, BN-ді табамыз. Қалай? B1-ді көбейтеміз. Неге? Q-дің дәрежесі. Мына жерге 4 тұрса, мынақта 3 тұрады. Демек, бірге кем. Дәрежесі N-нен бірге кем болады екен. Сонымен мына жасылмен көрсетілген бұл BN-нің формуласы. Енді SN деп отырғанымыз не? Осылардың қосындылары. Мысалға, мына 2, 6, 18-ді қоссақ, біз алғашқы 3 мүшесінің қосындысы S3-ті табамыз. Ол дегеніміз не? S3 деп отырғанымыз B1 қосу B2 қосу B3, дұрыс па? Ондай болатын болса, біз осы B2, B3-тің орнына бағанағы жазып шыққанымызды қойып шықсақ, мына B2 деп отырғанымыз B1 көбейту Q мына жерге жазылады. Екінші B3-тің орнына B1 көбейту Q квадрат деп жазамыз. Сонда біз енді осы үшеуін қосып тұрмыз ғой. Енді жақшаның сыртына B1-ді шығаруға болады. Неге? Себебі B1 бізде үшеуінде де бар, көбейткіш болып тұр. Жақшаның ішінде не қалады сонда? Біріншісінің орнында 1, екіншісінің орнында Q, үшіншісінің орнында Q квадрат қалады. Сонда бізде мынандай өрнек шығады екен S3-тің формуласынан. Енді мына формулаға қарайықшы, А куб минус Б кубтың формуласы. 7-ші сыныпта өткен, жақшаларды ашатын болсақ, 2 көбейткішке жіктейтін болсақ, онда бірінші жақшада А минус Б, екінші жақшада А квадрат плюс АБ плюс Б квадрат. Енді мына жердегі біздің жаңағы мынау екінші жақшамыз, ол мынаған келеді. Біздің А-ның орнында 1 тұр. Мынақта 1-ді қойсақ, мына 1-дің квадраты 1, 1-ді Q-ға көбейтсең Q шығады, Q-дің квадраты мінекей. Мынау екінші жақшасы тұрған сияқты мына жерде. Демек, бұған не жетіспей тұр? Мынадай жақша жетіспей тұр. Яғни осы жақшаны көбейтіп жіберсек, мынаның екі жағына, алымына да бөліміне дейміз. Алымына да бөліміне де. Сонда 1 минус Q-ды мынаған көбейтсек, бізде 1 минус Q-дің кубы деген өрнек шығады екен. Қайтадан мынаған келтіріп жатырмыз. Бөлімінде жаңағы 1 минус Q дегеніміз көбейткеніміз бұл қалады. Сонда бізде мынандай формула шығады екен. B1 көбейтілген 1 минус Q-дің кубы минус Q. 1 минус Q бөлімінде. Енді Q-дің 3-тің орнына біз N-ді қоятын болсақ, демек SN тең B1 көбейтілген 1 минус Q-дің N дәрежесі бөлінген 1 минус Q деген формула шығады екен. Бұл бізде мына екі жасылмен көрсетілген формула. Біріншісі N-ші мүшесін табу формуласы, екіншісі алғашқы N мүшесінің қосындысын табу формуласы. Енді қараймыз, бізде SN деп отырғанымыз, значит S3 деп тұр. S3 деп отырғанымыз не? Алғашқы үшеуінің қосындысы, ол 39-ға тең. S2 деп отырғанымыз не? Алғашқы екеуінің қосындысы, ол 12-ге тең. Енді қараймыз, значит 1 мен 2-ның қосындысы мынаның ішінде де бар. Демек, біз осының орнына алып 12-ні қойып қойсақ, 12 қосу B3 тең 39 шықпай ма? Ондай болатын болса, біз B3-ті тауып алады екенбіз. B3 деп отырғанымыз 27-ге тең екен. Енді оны қалай қолданамыз? B3 деп отырғанымыз не? Формула бойынша B1 көбейтілген Q квадрат. Ондай болатын болса, ол 27-ге тең деп жазып аламыз. Бірінші. Одан кейін екінші жаңағы жүйедегі екінші формуланы B1 қосылған B2 дегенді аламыз та, мына жерге жазамыз, қасына біріктіріп. Енді біріктіріп жазған мына 12-ге тең деп жазып алдық. Мына B1 қосылған B2-ның орнына B1 көбейту Q деп жазып алдық. Енді екеуінде де B1 бар деп жақшаның сыртына шығарып жіберсек, бізде жақшаның ішінде 1 плюс Q қалады. Тең 12 дейміз. Енді осы екеуін жүйеге алып шығарамыз. Мына жерден біріншісінен 27 бөлінген Q квадрат шығады. Енді 27 бөлінген Q квадратты екінші теңдеудегі B1-дің орнына апарып қойсақ, алмастыру жасап, сонда бізден мынадай өрнек шығады екен. Ары қарай енді
q квадратты оң жаққа көбейтіп жіберсек, сонда сол жақта бізде 27 көбейтілген 1 плюс q тең 12 q квадрат болады. Сосын жақшаларды ашып, сол жаққа ауыстырамыз мына 12 q квадратты. Сонда бізде 12 q квадрат таңбасын минуспен алып, плюсқа айналдырып жібердік. Сосын 27-дің таңбасы минусқа айналды, 27-дің таңбасы минусқа айналды. Сонымен, мына дискриминантпен шығаратын болсақ, мына жерде 45-тің квадраты шығады екен. Ары қарай q1 мен q2 есептелініп табылып тұр сонда. q тең 3-ке болуы мүмкін, q тең минус 4-тен 3-ке тең болуы мүмкін деп тұр. Енді біздің есебімізге қараймыз. Геометриялық прогрессия қандай деп тұр? Өспелі деп тұр. Ал өспелі болу үшін біздің q еселігіміз оң сан болуы керек. Яғни мына жерде q 3-ке тең дегенді ғана ала аламыз. Егер мынаны қойсақ, q-ді минус 4-тен 3 деп, онда біздің бірінші мүшеміз минус 4-тен 3-ке көбейтілгенде теріс сан болып кетеді. Егер біріншісі оң болса, екіншісі теріс болып кетеді. Ал бізде өспелі болмай қалады. Сонда біресе өседі, біресе кемейді. Теріс санға көбейткен сайын таңбасы ауысады ғой. Ал таңбасы ауысқан сайын кішірейеді, біресе үлкейеді. Сонда бізде мынау болмайды екен. Екіншісі тек қана мынаны ғана таңдай алады екенбіз. q тең 3-ке дегенді. Енді бізге тап деді нені? b1 мен b5-ті. Енді b1 деп отырғанымыз, мына формуланы бағана жазып қойдық қой, 27 бөлінген q квадрат деп. Соның орнына қоятын болсақ, 27 бөлінген 3-тің квадраты 9, сонда 27-ні 9 бөлсек 3 болады екен, бөлсек. Келесі 5-ші мүшесін табу үшін b3-ті көбейтеміз нешеге? q-дің квадратына. Сонда бізде 27 көбейтілген 9 болады, 243-ке тең. Сонда бізде мынандай тізбек болады екен. 3, 9, 27, 81, 243. Бізге тап деді бірінші мүшесін және 5-ші мүшесін тап деді.